Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтілетін сабақ қазақ тілі пәнінен 6 сыныпқа арналған. Сабақтың тақырыбы әлемдегі таңғажайып кітапханалар. Сабақты қарастырған Қостанай облысы Әулиекөл ауданы нөмірі 28 Құсмұрын орта мектебінің қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндерінің мұғалімі Ахметбекова Бақтыгүл Русланқызы. Осы сабақта қарастырылатын оқу мақсаты әлеуметтік, мәдени, ресми іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі көтерілген мәселені талдау және мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп түзету, редакциялау. Бағалау критерийлері сұрақтарға нақты, шынайы жауап береді, тыңдалым материалын түсінеді, тұжырымдарын анықтайды, мәтіндегі орфографиялық, пунктуациялық қателерді түзетеді. Тыңдалым алды тапсырмасы ретінде сіздерге бірнеше сұрақ ұсынамын. Бірінші сұрақ: сіз кітап оқығанды ұнатасыз ба? Кітап оқу мен кино көрудің қайсысын таңдар едіңіз? Кітап оқу демалудың бір жолы деген пікірге көзқарасыңыз қандай? Осы сұрақтарға жауап бергеннен кейін, мынау ссылка арқылы өтіп видеоны көруге болады. Сіздерге мен видеоны арнайы әзірледім. Соған назар аударыңыздар. Адамның ішкі құрылысында кезігетін барлық аурулар психологиямен тікелей байланысты. Көңіл күйдің түсіңкі болуы, үлкен мидың шаршауы, тағысын тағы. Сол үшін де жақсы кітап рухани азық. Сау денелі болудың таптырмас дәрісі. Сондай-ақ кітап оқудың тағы бір ерекшелігі ұзақ өмір сүрудің кепілі. Жапония медицинасы осындай қорытынды шығарып отыр. Олар кітап оқу үлкен миды үздіксіз қозғалысқа салады деген пікірде. Ал әлемдегі таңғажайып ірі 12 кітапханамен таныссыздар ма? Ендеше біз назарларыңызға ұсынамыз. Мұрағатында 5 миллион кітабы бар кітапхана бар екенін білесіз бе? Әуесқойлықпен бір-бірлеп кітап жинауды бастаған Джой Уокердің үйі бүгінде әлемдік деңгейдегі ең таңғажайып кітапханалардың бірі. Мұндай кітапханалар аз емес. Олай болса, әлемнің таңғажайып 12 кітапханасымен таныс болыңыздар. Швейцариядағы Сен-Галь абатындағы кітапхана орта ғасырлық кітаптарға бай. Соңғы санақтар бойынша мұнда 160 мың кітап бар екені анықталған. Оның 400-ге жуығының жазылғанына 1000 жылдан астам уақыт болды. Ал әлемдегі ең үлкен ғылыми кітапхана Ирландияда. Мұнда көне манускрипт, карта және ноталар да сақталған. Мыңдаған қолжазбалар мен мерзімді басылымдарды қорында сақтаған Прагадағы Страковск монастырының кітапханасының негізі 1149 жылы қаланған. Джой Уокер америкалық өнертапқыш. Оның Ричфилдегі үйі адамзат тарихындағы ең үлкен көп деңгейлі лабиринт тәрізді құрылған кітапхана. Онда 50 мың кітап және музейлік деңгейдегі артефакттар бар. Орында 11 миллион кітабы бар. Ел университетінің кітапханасы да әлемдегі сирек кездесетін кітапханалардың біріне жатады. ақш-тың Сиэтл қаласындағы негізі 2004 жылы қаланған бұл кітапхананың оқырман қауым үшін орны бөлек. Бір ғажабы мұнда 1.450.000 кітап сыяды. 8 қабатта тұратын Калифорниядағы Гейзель атындағы кітапхана атақты балалар жазушысы Теодор Сьюз Гейзельдің құрметіне ашылды. Ал Голландиядағы Дельфт технологиялық университетінің кітапханасы ерекше үлгідегі әлемдегі бірден-бір ғимарат болып саналады. Әлемдегі ғажап кітапханалардың бірі Мехико қаласында орналасқан. Мексиканың білім министрі болған Хосе Васкенсолостың құрметіне ашылған кітапханада әлемнің баға жетпес жауһарларын кездестіресіз. Сыртқы көрінісі Колизейге ұқсас 9 қабатты Ванкувер кітапханасына бару көпшіліктің арманы. Әлемдегі ең белді кітапханаларды жобалаған архитектор Моше Савдидің Солт-Лейк-Ситидегі туындысы 2003 жылы салынған. Ал Ұлыбританиядағы ең үлкен кітапханаға бәріне бірдей кіруге рұқсат етілмеген. Тек 2000 жылдан бастап қана кітапхана қарапайым оқырмандарға қызмет ете бастады.
Енді тыңдалым видеосын қарап болғаннан кейін тыңдалым тапсырмасы. Әлемдегі ірі кітапханалар туралы тұжырымдарыңызды төмендегі кластер бойынша көрсетіп толтырыңыз. Осы тапсырманы орындап болғаннан кейін жазылым тапсырмасы орындалу керек. Яғни мәтіндегі орфографиялық, пунктуациялық қателерді түзетіңіз. Сіздерге берілген мәтін, бұл жерде қателер жіберілген. Мәтінді бірнеше қайтара оқып, мұқият қарап, қателерін тауып, анықтап, түзетіп дәптерлеріңізге көшіріп жазасыздар. Осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін бүгінгі өтілген сабақ бойынша рефлексияны 2 жұлдыз 1 тілек әдісі арқылы мұғаліміңізге кері байланыс бересіз. Орындалған тапсырмалар және кері байланысты мұғаліміңіздің электронды поштасына немесе WhatsApp арқылы жолдауыңызға болады. Іске сәт, назарларыңызға рахмет.